Бүгін біз интерференция құбылысын байқаймыз. Бізде екі құбыр бар. Әр құбырдан су ағып, толқындар жасалады. Яғни егер екі құбырды қосқанда, олардың су толқындары бір-бірімен қосылады немесе жойылады. Бізде интерференция пайда болады. Яғни осы экспериментте біз жиіліктерді өзгерте аламыз. Бізде жиілік үлкен болғанда, онда бір-біріне тезірек келеді, яғни толқындар арасында қашықтық азаяды. Ал азайтқанда, онда толқындар баяу келеді, аралары кем болады. Яғни сол сияқты біз амплитуданы да өзгерте аламыз. Орнына келтірдік. Енді амплитуда максимальный болғанда бізде толқындар биік болады, интерференция кезінде бір-бірін күшейтеді. Ал оны азайтқанда, онда бізде толқын төмен болады да, бір-біріне қосылғанда биік болмайды. Оны біз қазір көріп тұрмыз. Енді барлығын өз орындарына келтіргенде бізде кәдімгі интерференция құбылысын байқаймыз.